Әлі күнге дейін Петропавл қаласының қауіпті аймақтарында Тепличное, Заречное, Былғары завод, Ойқала аудандары болып қала береді. Бүгін Аққайын ауданының 110-ға жуық еріктілері Ойқала ауданына апаратын айналма жолдың маңында орналасқан бөгеттерді күшейту жұмыстарына көмектесуге келді. Солардың бірі Василий Майер. Ерікті бұл сынды қиын уақытта азаматтарды біріктіруге шақырды. Сложная ситуация сложилась в связи с паводком. Су тасқынына байланысты өңірімізде қандай қиын жағдай туындағаны белгілі. Мамандар жақын арада Петропавл қаласына үлкен су келуі мүмкін деген болжам жасауда. Бүгін біз Аққайын ауданынан келіп, бұл апатты болдырмау үшін көмектесуге келдік. Бұл ойды бізге Аққайын ауданының әкімі Рүстем Елібаев ұсынды. Ол ойды біз бәріміз қолдадық. Өйткені қайғыда бөтен адамдар болмайды. Біз солтүстік қазақстандықтар барлығымыз үлкен отбасымыз. Барлық азаматтарды бізге қосуларын сұраймыз. Аққайын ауданының еріктілері өздерімен бірге қапшық, күрек сынды шаруашылық құралдарынан бөлек еріктілерді тамақтандыратын түскі астарында жүктеп алып келген. Бұл жерде Аққайын ауданының барлық ұйымдары, кәсіпорындар мен өңіріміздің ахуалына бей-жай қарамайтын азаматтары жиналған. Бүгін біз Аққайын аудан еріктілері әкімшіліктің үндеуі бойынша осы Петропавл қаласына үлкен су келе жатыр деп, су басу қаупі бар деп, біз 110-нан астам еріктілері бүгін осы қалаға келіп, өз үлесімізді қосайық деп, қаламызды су басуынан қорғап қалайық деп келіп қалдық. Қолдарымызда барлық инвентарлық заттарымыз бар, қапшықтарымыз бар. Біздің күшіміз бірлігімізде деп осылай жиналып, қаламызды үлкен судан қорғап қалайық деп жиналдық. Мамандардың болжамы бойынша Есіл өзенінің бойымен ағып келе жатқан тасқын су Қызылжар қаласына 1-2 күнде келіп қалуы мүмкін. Сондықтан да облысымыздың аудандарының еріктілерімен жағдайға бей-жай қаралмайтын азаматтары бірігіп, көмек қолдарын көрсетіп жатыр. Азат Құрмаш, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.